Бүйрек аурулары дегеніміз не? Бүйрек аурулары бүйректің қалыпты жұмысын бұзатын аурулар. Бүйректің негізгі қызметі қанды сүзу, зиянды заттар мен артық суды зәр арқылы шығару. Аурулар кезінде бұл қызмет әлсірейді немесе мүлде тоқтауы мүмкін. Бүйрек ауруларының негізгі себептері. Бірінші, инфекциялар, пиелонефрит, зәр жолдары инфекциялары. Екінші, салқын тию, белді суыққа ұстау, аяқты тондыру. Үшінші, артериялық гипертония, қан қысымының жоғары болуы, бүйрек тамырларын зақымдайды. Төртінші, қант диабеті, бүйрек сүзгіштерін бұзады. Бесінші, дұрыс тамақтанбау, тұзды көп қолдану, бүйрекке күш түсіреді. Алтыншы, судың аз ішілуі, зәр қоюланады, тұздар жиналады. Жетінші, улану, дәрілерді шамадан тыс көп ішу бүйрекке зиян. Сегізінші, тұқым қуалайтын аурулар, поликистоз және тағы басқалары. Алдын алу жолдары. Күнделікті жеткілікті су ішу 1,5-2 литр шамасында. Тұзды қуырылған өте ащы тағамдарды азайту. Суыққа берілмеу, белді аяқты жылы ұстау. Қан қысымы мен қант деңгейін бақылап жүру. Дәрілерді тек дәрігер нұсқауымен ішу, өз бетімен антибиотик қабылдамау. Спортпен шұғылдану, артық салмақтан арылу. Зиянды әдеттерден бас тарту, ішімдік, темекі. Денсаулықтарыңызды сақтап, салауатты өмір салтын ұстаныңыздар. Сау болыңыздар.